Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазақ тілінен кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлы дала табиғаты. Бүгінгі сабақта сіздердің меңгеретіндеріңіз мәтін құрылымын сақтай отырып, графикалық мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазу, етістіктің шақтарымен танысу. Оқушылар, экрандағы жұмбақтарды шешіп көрейікші. Кімнің жылдам екенін байқайық. Ол жерде бар ма жоқ па білмейсің, ол жерде өмір сүріп жүрмейсің. Дұрыс айтасыңдар, жауабы ауа. Аузымен сурет салады, деміне ағаш жарады. Дұрыс айтасыңдар балалар, жауабы аяз. Ақ шапанның үстінен 6 ай бойы шешпейді, қара шапаны үстінен 6 ай бойы түспейді. Дұрыс айтасыңдар, жауабы қыс пен жаз. Ол келсе орман шулайды, толқын теңіз тулайды, қуса өзен қуады, ешкім оны қумайды. Қанекей, ойланып көрейік. Дұрыс айтасыңдар балалар, жауабы жел. Қанатсыз құс маңып барады, көзінен жас тамып барады. Дұрыс айтасыңдар балалар, жауабы бұлт екен. Жақсы балалар, енді барлығымыз назарымызды экранға аударып, бүгінгі сабағымыздың грамматикалық тақырыбымен танысайық. Ай мектеп. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Болма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Иә, ол оқушы күнделігі. Онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 жаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 жаққа? Шақ, уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 жақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертең кешке Викимен қыдырам. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға, ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткізе алмаймын. Маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады.
Алақай, енді мен де солай істеймін. Қайталайық. Етістіктің шақтары. Етістіктер іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін білдіреді. Етістіктің 3 шағы болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ етістіктері сөйлеп тұрған кездегі іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Өткен шақ іс-әрекеттің бұрын болып кеткені білдіреді. Мысалы, мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Келер шақ іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Мысалы, ертең кешке Викимен қыдырамын. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнаймын. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып беремін. Оқушылар, ауа райының құбылыстары қандай болады? Ойланып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ауа райының құбылыстары ашық, қоңыржай, ылғалды, бұлтты, жаңбырлы, ыстық, желді, салқын болады. Оқушылар, енді экрандағы тапсырмаға назар аударайық. Төменде берілген графикалық мәтінмен танысайық. Сызба бойынша нақты 3-4 мәліметті іріктеп, Қазақстанның өңірлеріндегі ауа райын келер шақта сипаттап жазайық. Оқушылар, тапсырманы орындау барысында келесі қадамдарды басшылыққа алайық. Мәтін құрылымын сақтайық, мәліметті дұрыс іріктейік, келер шақты орынды қолданайық және ауа райын сипаттап жазайық. Өзіңіздің жауабыңызды экрандағы жауаппен салыстырып көрейік. Тақырыбы күздің салқын көрінісі. Табиғат жаратылысы өзіне тән жыл 12 ай 4 мезгілмен ұштасады. Әр мезгіл өз сұлулығымен таңдай қақтырарлықтай. Елімізге күз келді. Аймақтарда күн райы құбылмалы. Кей өңірлерде жауын-шашын мол жауса, екіншісінде суық ызғар сезілуде. Ертең еліміздің бірқатар аймақтарында күн райы бұзылады. Маңғыстау, Қызылорда және Түркістан облыстарында, сондай-ақ Ақтөбе облысының оңтүстігінде шаңды дауыл тұрып, найзағай ойнайды. Көкшетау, Петропавл қалаларында жауын-шашын, қатты жел және ауа температурасының төмендеуі болады. Ертең республиканың солтүстік жартысында, нақтырақ айтсақ, Нұр-Сұлтан қаласында түнде ауа температурасы +7-+12 градусқа дейін төмендейді. Күндіз +17-+23 градусқа дейін көтеріледі. Республиканың оңтүстік жартысында, яғни Қызылордада түнде ауа температурасы +13-+18 градусқа дейін төмендейді. Күндіз +25-+30 градусқа дейін көтеріледі. Оңтүстік батыстан соғатын желдің жылдамдығы 9-14 метр секундына. Түйіндей келе, сары жапырақ, қоңыр салқын ауа райы, жабырқаулы көңіл күй күзге тән қасиет. Мұндай өзгермелі ауа райында салқындап қалмау үшін жылы киініп жүрсеңіздер. Оқушылар, экрандағы семантикалық картамен жұмыс жасайық. Берілген мысалдардың қай жақта тұрғандығын анықтап жазайық. Тапсырманы орындап болсақ балалар, өзіміздің жауабымызды экрандағы жауаппен салыстырып көрейік. Мен сіздердің тапсырманы дұрыс орындағандарыңызға күмәнім жоқ.
Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Білім алаңында жүздескенше.